Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін наурыздың аяғы 2025 жыл. Сіздерге қысқаша ғана қосоңғылы мылтықтың шолуын көрсеткім келіп тұр. Биыл жылдың басында полициямен қансонар бірлестігінен аңшылардың тиісті рұқсат құжаттарын бәрін алдым, мылтық сатып алдым. Соған шолу көрсетіп. Егжей-тегжейлі ол далаға, яғни аңға барғанда жасалады. Алған мылтығым ол ИЖ-54 қосоңғыл, тегіс ұңғылы 12-ші калибрлі аңшы мылтығы. Мені 1968 жылғы. Жоқ, сөндірме Баубек, түсе берсін. Бұл енді мұнда қай жылы шығарылғаны мұнда жазылмаған. Бірақ дегенмен арнайы кесте бар, сол бойынша мен бұны 68 жылы шығарылғанын тауып алдым. Арнайы форумдар бар, сайтта. Осылай мұны құралап. Баубек, көрініп тұр ма мылтық? Иә, көрініп. Жақындасып көрсетейін. Қараңыздар. 1968 жылы, бірақ мынау барлығы реставрациядан жасалды. Баубек, мына жағын көрсет, құндағын көрсет. Бұны лақтеп, сырлап, тазалап, қайтадан жасадық барлығында. Бұл 12-ші калибрлі атақты ИЖ-54 кезінде немістердің Зауыр атты аңшы мылтығынан көшірмесі. Қазір нешеде сонда? 57 жаста мылтық. Қысқа қоянға шығып келдік, енді құсқа шығамыз бұйыртса. Өте жақсы атылады. Өте оңай. Дыбысы қатты емес. Мына жерін көрсетейік мұны. Өте әдемі жасалған. Баубек, тікесті. Қашан түсіндірем? Қазір айтамын. Және де бір ерекшелігі, бұл шетелге яғни экспортқа дайындалған нұсқасы мылтықтың. Енді бүгін туристерін арнайы міне. Баубек, көрсете бер, мен көрсетіп тұр. Туристерін арнайы міне белбеуін әкелдім. Далаға шыққанда ыңғайлы болсын деп тағып жүруге. Қазір соны тағамыз. Анда Баубек, қос сызық бар ма? Екі сызық бар ма? Иә. Соны басау. Басау. Бастың ба? Иә. Міне осындай міне белбеуі бар, белбеуін міне тақтым. Арнайы ыңғайлы болсын деп міне. Баубек, кішкене ажерден түсір, алыстап. Олай тағып. Далада ыңғайлы болып жүру үшін. Қайсы Баубек? Міне осындай жаңа міне әдемі белбеуін тағып қойдық. Баубек, оқты көрсете ғой сен. Міне өте әдемі, түсі қандай. Мұның бәрі сұр болды. Енді 50 жылдай бұны бір адам ұстаған екен. 55 па, 56 жыл енді биыл алдым ғой. Бәрі ескіріп кеткен. Сондықтан бұның бәрін әдемілеп, папа екеуміз тазалап, малярка жағып, лак жағып, мынау соңғы лақталған түрі. Қайсы болған? Темірдің өзіне енді қарайтатын әдемі материалы бар, онымен жасаған жоқпыз, сырлайтын. Сол өзінде күйі жақсы деп солай тұр. Міне шетелге шығарылған вариант міне Made in USSR дейді. Сол яғни экспортқа шығарылған зат. Баубек міне оқты көрсетіп жатыр. 12-ші калибрлі оқ. Қазір енді оқты салып көрсетпейміз. Ол қауіпті біріншіден. Екіншіден біз үйдің ауласындамыз. Оқты салып көрсететіміз тек қана далаға шыққанда. Яғни ережеге сай. Баубек, дұрыс па? Иә. Бірақ әзірге Баубек мен бірге далаға аңға шықпайды, дұрыс па? Иә. Оңға толғасын шығады. Ол тек балық аулайды мен бірге. Міне осындай қарапайым 350 теңгенің оқтары. 32 грамм. 32 граммнан аспау керек ИЖ-54-ке. Бұны енді мамандар айтты, және де форумнан, интернеттен осыны қарап алдым. Мынандай көңін көрсем. Мынау енді өзінің чехолы, ескі қожайыннан берілген. Ол да түрі жақсы жағдайы. Сол бұл қысқаша шолу болды. ИЖ-54 12-ші калибрлі мылтыққа. Далаға шыққанда, аңға шыққанда бұдан да дұрыстап егжейлі тегжейлі тарихымен айтып, қалай ататын дыбысымен көріп, атып көрсетеміз. Жақсы, кездескенше аман болайық.